Сәлеметсіздер ме? Менің атым Роза. Мен BAP компаниясының маркетинг жоспарын сіздерге түсіндіріп беремін. Енді ең алдымен бірінші маркетинг жоспарды түсіну үшін осы компанияда қандай өнімдер бар екенін бірінші біліп алайық. Бізде бірінші пакет 10 капсула жасыл LF8 деген, қысқаша жазайын, сыю үшін LF8 деген өнім бар. Бұл бізде $25 тұрады. $20 сіз бір рет бэк-офиске төлейсіз. Бұл сіздің немесе жеке кабинетіңіз деп аталады. Және $8 жеткізу үшін төлейсіз. Қорытындысында 10 капсуланың құны $53 шығады. $53 болады. Енді әр капсуланың бағасын шығаратын болсақ, мына жерде $1800 болады. Екінші пакет, бұл 30 капсула LF8, ол $50 тұрады. Бэк-офиске $20 төлейміз. Және $8 жеткізілуі. Қорытындысында бұл 30 капсуламыз біздің $78 болады. Келесі үшінші пакетіміз, бұл 70 капсула LF8, бұл тұрады бізде $90. $20 бэк-офис және $13 жеткізілуі. Бұл жерде $13 болады. Қорытындысында бұл 70 капсуланың құны $123 болады. Енді әрқайсының пакеттерде әр капсуланың құнын шығаратын болса, ең тиімді пакет мынау болады. Өйткені мына жерде бір капсула $1800 тұрады. Мына жерде өздеріңіз есептесеңіздер 78-ді 30-ға бөліп. Бір капсуланың құны $800 болады, және мына жерде бір капсуланың құны өзіндік құны $600 болады. Арқарай, төртінші пакет бізде 60 капсула акселер деген жаңа өнім шықты бізде, акселер 8 деген. О жерде 30 ақ капсула және 30 күлгін капсула болады. Бұның құны бізде $60. $20 бэк-офис және $8 жеткізілуі. Қорытындысында $88 болады. Арқарай, бесінші пакет. Бұл 120 капсула акселер. Яғни, мынандайдан 2 пакет келеді сіздерге, 2 упаковка келеді. Бұл бізде $100 тұрады. $20 бэк-офис және $13 жеткізілуі. Қорытындысында мына пакеттің құны $133 болады. Алтыншы пакет. Бұл арабас пакет деп айтамыз. Бұл жерде 30 капсула жасыл LF8 болады. Және 60 капсула акселер болады. 60 капсула акселер. Мына жерде білесіздер 30 ақ, 30 күлгін. Бұның құны $90, $20 бэк-офис және $13 жеткізілуі. Бұның құны жалпы алғанда $123-ға шығады. Енді мына жерде сіздердің уақыттарыңызды алмайын, өздеріңіз танасаңыздар, әрқайсысын, әр капсуланың өзіндік құнын шығарған кезде ең жақсы тиімді пакет мынау болады. Бірақ бұл жерде бұның бір кемшілігі, бұл жерде LF8 жоқ. Негізінде мына жерде біз санадық $360 ма, енді доллардың бағамына байланысты бір капсулаңыз сіздің $360-ге шығады. Мына жерде бір капсулаңыз сіздің $500-ге ма солай шығады. Санаңыздар өздеріңіз, сіздердің уақыттарыңызды алмайын оған. Мына пакеттің тиімділігі бұл жерде сізде LF-іңіз де бар, ақ капсулаңыз да бар, күлгін капсулаңыз да бар. Енді осы капсулалардың бізге қанша PV, қанша балл дейміз беретінін көрейік. Ол үшін мен бэк-офис дегендерді алып тастайын. $25 бізге 25 PV береді. $50 PV береді. $90 75 PV береді. $60 50 PV береді. $100 75 PV береді. Және мына жерде $123 пакет, $90 пакет 75 PV береді. 75 PV береді. Енді әр пакеттің қандай бізге PV беретінін біліп алғаннан кейін, енді маркетинг жоспарды айтуға болады. Барлықтарыңыз көріп алдыңыздар, қайсысы қанша PV беретінін. Енді біздің компанияда
табыс көздері бар екенін сіздерге қазір айтып беремін. Бірінші табыс көзі, сіз, мына жерде міне сіз дейік, сіз шақырған адам, астыңыздағы адам бір пакет $123 бір пакетке тапсырыс берді. $123 бұл бізге бэк-офиспен және тасымалдануымен қосылған баға ғой. Негізінде мына жерде пакет $90 тұрады, а $90 біздің 75 PV береді. Осы 75 PV-дің 50% бірденнен сізге түседі, сіздің жеке кабинетіңізге түседі. Ал 75 PV-дің жартысы бұл $37,5 болады. $37,5 болады. Енді бірінші табыс көзі мен екінші табыс көзі өте ұқсас, және сіз былайша айтқанда бір оқпен екі қоянды түсіресіз. Мына жерде біріншіден сізге $37,5 түсті. Екінші табыс көзі мына пакетті заказ бергенде сізге 15 PV құлайды еще. 15 PV түседі. Сіздің бэк-офисіңізге жеке шотыңызға. Ары қарай үшінші табыс көзі. Бұл бинарный дейміз, бинарлық дейі. Сіз мынау сіз дейік, бірнеше адам шақырдыңыз. Бірнеше адам шақырдыңыз. Бірнеше адам шақырдыңыз. Осы адамдар, сіз жеке шақырған адамдарыңыз деп айтамыз, сіздің сілтемеңізбен келген адамдар. Бұның саны шексіз болуы мүмкін, мен бесеуін ғана жаздым, бірақ шексіз болады. Осы адамдардың бәрі екі аяққа тұрады. Енді бұлай көрсетпейді, сіздерге түсінікті болу үшін екі аяққа тұрады. Бірінің астында бірі. Кім ерте тіркелді, сол бірінші болып тұрады. Мысалы, мына кісі бірінші болып тіркелді ма, ол кісі мына жерге тұрады. Мына кісі екінші болып тіркелді ма, ол кісі мынаның астына тұрады, солай кете береді. Енді айталық, сіз мына жерге екі адам тіркелдіңіз, ал мына екінші аяғыңызға үш адам тіркелдіңіз дейік, үш адам. Енді сіздің екі адамыңыз, мысалы, мен кішкентай цифрларды алайын, түсінікті болу үшін, мысалы, 1000 PV жасады дейік. 1000 PV жасады дейік. Ал екінші аяғыңыз сіздің адам саны көп болса да аз PV жасауы мүмкін, өйткені олар белсенсіз болуы мүмкін. Сондықтан олар мысалы 700 PV жасады дейік. Жаққа көп тіркесеңіз де мысалы азақ жасады деп ойлайды. Осы екеуінің аз PV-і бұл 700 PV әрине. Осыдан сіздің, осы аяғыңыздан, аз аяғыңыздан, кішкентай аяғыңыздан, яғни PV-ді аз жасаған аяғыңыздан сіз 20%-ға дейін табыс көзін көре аласыз. 20%-ға дейін табыс көзі. Яғни 700 PV-іңіз сіздің $700 деген сөз, яғни $700-ды 20%-ға көбейтсеңіз, өздеріңіз есептеп шығарасыздар, сіз қанша PV, қанша доллар табатыныңызды, қанша ақша табатыныңызды көресіздер. Бұл үшінші тобы. Үшінші түрі, яғни бұл PV-дің ең от наименьшей ножки дейміз ғой орысша, ал қазақша PV-ді ең аз жасаған аяқтан аласыздар. Енді келесі төртінші түрі, табыстың төртінші түрі. Жаңа мен айттым ғой сіздерге, мына жерде бір адам, бірнеше адам шақырды деп, бірнеше адам, бәрін сіз бай қойын мен. Енді сіз осылардың әрқайсының чегінен 20% алып отырасыз. Мына кісі мысалы $100 тапсын, мына кісі $50 тапсын дейік мысалға, мына кісі $200 тапсын, соған байланысты сіз осының бәрін қосасыз да, соның 20%-ны алып отырасыз. Бұны спонсорлық бонус дейміз, 20%-ны алып отырсыз. Яғни бірінші қатардағы адамдарыңыздан әрқайсының чегінен 20% алып отырасыз. Келесі бесінші түрі, енді біз ранг дәреже дейміз, ол дәреже жасаймыз. Дәрежеміз біздің күмістен басталады. Бірінші күміс дәреже, бесінші табыс көзі, бұл күміс дәрежесі. Күміс дәрежесін жасау үшін сіздің екі жақтағы аяғыңыз, мына аяғыңызда, бұл жерде адам саны көп болуы мүмкін, мен бәрін сіз бай қойын. Екі жақтағы аяғыңызда 1000 PV жасау керек. Мына жақ аяғыңыз мен 1000 PV жасайды, екінші жақтағы аяғыңыз мен 1000 PV жасау керек. Бұл күміс дәрежесі. Енді күміс дәрежесін сіз қалай аласыз?
жаңа осының алдында айтып кеттім ғой мен, сіз мінекей мына жерде сіз тұрсыз. Мына сіздің бірінші қатардағы адамдарыңыздан 20% алып қойдыңыздар енді. Енді мына адамдарыңыз сіздің тағы да адамдар шақырады ғой. Ол міндетті түрде бір емес, мына адамыңыз 5 шақыру мүмкін, мынауыңыз 10 шақыру мүмкін и так далее. Сонда сіз күміс дегеніңіз мына екінші қатардағы адамдардан, сіз шақырған адамдардың шақырған адамдарынан 10% аласыз. Күміс дәрежесі 10% аласыздар. Осы кісілердің табысынан. Келесі алтыншы түрі бұл алтын дәрежесі дейміз. Алтын дәрежесі дегеніміз мінекей мына үшінші қатардағы адамдар. Мынау сіздің өзіңіздің жеке шақырған адамдарыңыз, мынау мына кісінің жеке шақырған адамдары, мына кісінің жеке шақырған адамдары. Сонда сіз күмісте, алтында үшінші қатардағы адамдардың табысынан 10% көріп отырасыз. Келесі дәрежеміз біздің 7-ші дәреже, бұл платина дейміз, платина дәрежесі. Бұл енді 4-ші қатардағы адамдардан 10% алып отырасыз. Бұл шексіз сан болуы мүмкін. Бұл жерде ақша көп болғанда көп енді. Осы 4-ші қатарда сіз тағы да 10% аласыз. Ең соңғы, мен ұмытып кеттім ғой жаңа, алтын дәрежесін жасау үшін сіз 2-де 5 PV жинауыңыз керек, 2 аяғыңыз. Платинаны жасау үшін 2 аяғыңыз 5000 PV жасау керек, платина жасау үшін. И соңғы 8-ші дәреже, соңғы 8-ші табыс көзі, бұл сіз бриллиант жасайсыз. Бриллиант жасаған кезде сіз бүкіл дүниедегі тауар айналымынан 2% алып отырасыз. Мысалы, BAP компаниясы 1 миллиард жасады дейік, мысалы, тауар айналымын, содан сіз 2%-ді бүкіл әлемдегі бриллианттардың арасында соны бөледі. Ал бриллиантты жасау үшін бізге бір жағымыз 7-де 7500 PV болу керек, екінші жағымыз 7500 PV болу керек. Енді мына жерде мұқият болыңыздар, мына дәрежелерді біз бір аптаның ішінде жасауымыз керек дәрежелерді. Сондықтан біз өте жерде тату-тәтті болуымыз керек, бір отбасының адамы сияқты. Неліктен мен сіздерге кішкене бір түсіндіріп кетейін, бұл маркетингке жатпайды. Ең соңында қазір мына жерге қатысты болған екен айта кетейін. Ең соңында 9-ші түр автобонусты қазір айтамын. Неліктен мен бұны сіздердің назарларыңызды ерекше аударып жатырмын? Өйткені қараңыз, сіздің астыңыздағы адам, мысалы, сіз бірнеше адам шақырдыңыз. Мына адам, мысалы, бірінші аптада дейік та, мысалы, 4 пакетке заказ берді дейік. Одан сізге 75 PV түседі, 4-ке көбейтсеңіз, бұл жерде 300 PV түсіп тұр. Көрдіңіздер ғой, бірақ та бұл бірінші аптада жасады дейік. Ол 300 PV-іңіз сіздің келесі аптада күйіп кетеді. Екінші адамыңыз, екінші аптада, мысалы, тағы да 4 пакет, немесе 6 пакет жасады дейік, ол екінші аптада, мысалы, тағы да күйіп кетеді. Ол үшін бірақ ақша аласыз, апта сайын ақша аласыз, бірақ рамп жасамайсыз, дәреже жасамайсыз. Мына үшінші адам соңғы аптада әйтеуір әрең дегенде сана сезімі оянып кішкене дейік та, солай енді 6 пакетке мысалы заказ бердік дейік, мысалға, бұл кісіден сіз қанша не аласыз? 75-ті 6-ға көбейтсеңіз, қанша аламыз біз 75-ті? 450 ма? 450 PV аламыз, 450 PV. Енді қараңыз, әр қайсысын сіз әр аптада алған кезде сіз мына жерден 300 PV алдыңыз. Мына жерден мысалы 150 PV алдыңыз дейік, мысалы айтам. Мына жерден 450 PV алдыңыз. Оның сізге ақша келеді, бірақ ондай көп ақша емес. Ақыры алу керек болғаннан кейін бәрін алу керек. Кеше Айгүл Газизова айтты ғой, если надо брать, надо все брать деді ғой. Сондықтан бір аптада ранг жасасаңыздар, сіздер жаңағы айтқан 8 табыстан бөлек тағы да ранг бойынша табыс алып отырасыздар. Енді ең соңғы табыс көзі бұл автобонус дейміз. Автобонус жасау үшін сіз өзіңіз, сіз 4 адам шақырасыз. Осы 4 адам әрқайсысы тағы да 4 адамнан шақырады. Әрқайсысы 4 адамнан шақырады. Бұл енді жаңағындай бір апта емес, қорықпаңыздар. Бұл бір айдың ішінде істелінетін нәрсе. Әр адам сіздің 4 адамнан шақырды да, бәрі бұлардың жаңағы 3-ші, 5-ші, 6-ші, яғни 75 PV беретін пакеттерді сатып алады. Қалған пакеттер автобонусқа қатыспайды. 3-ші, 5-ші, 6-ші пакеттер автобонусқа қатысады.
Осыны сатып алған кезде сіз автобонус аласыз да, автобонусқа компания $500 төлейді сізге. Сыйақы. Иә, $500 сыйақы төлейді. Бұны сіз бір айдың ішінде істейсіз. 1 қаңтардан, мысалы, 31 қаңтарға дейін, 1 ақпаннан 28 ақпанға дейін, мысалы, осыны сіз бір айдың ішінде істейсіз. Енді бір айдың ішінде шақыруға болады деп ойлаймын. Сосын кейін тағы да бір тиімді пакетіміз бар, бірақ оны нағыз жұмыс істейтін дистрибьюторларға айтамыз, партнерларға айтамыз. Рахмет, жақсы.